Алмаге бастайық. Шаһарымыздың басшысы ауысып кетсе, бәрі ауысады. Қалматовтан көп үміт күтіп еді, Қалматовта болмайды, көп қателеседі. Дедім, егер договорняк болатын болса, андай айдасаңдар, кеме қойыңдаршы деп айтасаңдаршы, бармай қоямын соны. Ана Сұлтан Ниязов деген өткенде бір подкастқа барыпты, қандай подкаст екенін білмеймін. Сол адамдар дейді, бізді түсінбейді дейді. Бір жылда соншама жанкүйерден айырылып қалу деген бұл меніңше масқара ғой. Бастасақ болады. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде тағы Мәке, тағы сол тема, тағы ордабасы. Сіздермен неге офсайд? Ал Мәке, бастайық. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Уже қанша болды, уақыт болмай сізбен түсіріп. Иә. Бізде енді көбісі түсінбейді, біз журналист деп ойлайды екен мен. Журналист андай игроктардың несін, аттарын білмейді, анау-мынау дейді екен да. Айтқым келгені, бір игрокты еске сақтау үшін ол нормальный нәрсе көрсету керек. Олар лайық емес көбісі, оны сен есіңде сақтау үшін. Сол нәрсені түсіну керек та. Мен андай комментарияны оқып шықтым последний подкасттан. Айтып отыр, типа журналист өзі білмейді, қазақша, орысша көп қосады деп мен айтып отыр да. Енді біз Мәке екеуміз, как любитель, әңгімелесіп, как мысалы кафеде отырғандай, соны біз түсіріп ютубқа саламыз. Сондай нәрсе. Негізі журналист емеспін деп айтып қойса. Сіз стройщиксіз, мен өзі барбермін. Иә, мен құрылысшымын. Біз енді ордабасы жанкүйеріміз ғой. Жанкүйеріміз. Жалпы футбол жанкүйеріміз. Мысалы бізде спонсор ештеңе жоқ. Мысалы мен өзімнің барбершопымда түсіріп жатырмын бұны. Мәкені уже бір жылдан бері танимын. Сол жай-жай түсіреміз біз. Ал Мәке, бастайық, футболға көшейік. Жалпы ордабасыға көшейікші. Неге бұлай құлдырап кетті? Енді ордабасы командасы соңғы 5 жылдағы құлдырауда. Енді мынау Асқат Сейсенбек мырзаның ордабасы командасын былтыр селекция жасаған кезде көптеген қателіктер жіберген. Ордабасы командасын былтырғы қысқы трансферді алып келген легионерлердің ешқайсысы жарамады. Бәрін қайтарды деп айтсақ та болады. Мына Евертон қалды. Ал енді биыл мынау жаңағы Евро додада жолы болмағаны бір бөлек, тағы да құрамды қайтадан жасақтап жатыр. Мынау жаңағы Наумец, Бакука, жаңағы украинец бар екен, 30-шы Украина, Наумец, одан Юрий Бакукамыз бар, одан кейін жаңағы кіміміз бар. В общем, 4 ойыншы келді тағы да жаңадан. Кеше бір бразилисті қорғанысқа алдық деді, бірақ әлі ол кісі ойынға шыққан жоқ. Жалпы ордабасы командасында биыл дым жоқ, 0. Енді Мартинді, әкім мақтаған Мартинді алғашында есіңде болса, мынау сезон басталған кезде, маусым басталған кезде 5 тур деді, одан 10 тур деді, енді қазір 20 тур болды. Ойын ешқандай біз 25 рет тептік, 20 рет тептік деген нәрсе айтады. Ол енді тепкен бір бөлек. Статистикамен ойнап отыр ма? Бізге нәтиже керек. Күні кеше Қайсармен тең тарқасты. Енді Қайсарды жеңе алмағаннан кейін оның алдында өзіміздің үйімізде Атыраумен тең ойнадық. Жалпы ордабасы командасына көптеген жанкүйерлердің көңілі қалды. Биылғы ордабасы мынау тек қана стадионын жөндеп, жаңағы полиясын шөбін өсіріп, сондай нәрселермен есте қалды. Бірақ команда өте аянышты халде. Мынау мен ойлап жатырмын, бір адыраспандап жүру керек ғой, өйткені сол 7-ші орыннан жоғары көтерілмей қалды ғой. Біреу біздің сыртымыздан бір не жасаған ау деймін, бір сол 7-ші орындан көтерілмесін деген ау деймін. Жоқ, осындай мәселелерге біз сенеміз да. Осы сөзіңе бір оқиға есіме түсті. Өзбекстаннан бір игрок Россияның несіне барады, чемпионатына. 5 турма подряд ұтылады. Өзбекстандық игрок айтады, біз қайта-қайта ұтылсақ қой соямыз дейді ғой. Болыпты деп, олар сенеді, ана тренер. Сол кезде қой сойғызады. Сода тағы ұтылады ғой команда. Мәселе қойда емес та, мәселе ойнау керек.
жоқ енді ол енді қазақпан өзбек енді туысқан халықпыз ғой. Сол нәрсеге сенеміз ғой біз. Бізде мысалы ауылда кезінде мынау жаңбыр жаумай жатса, анау тастақ деп айтады. Қой сойып, жаңағы құдай жасап, сөйтіп жаңбыр жаусын деп, сондай жаңағыдай жасайтын тұғын. Енді анау кезінде білесің ғой, Шахтер командасы да Астана аренада қой сойыпты деп. Сол сияқты да. Сол сияқты мәселе ғой. Қой виноват емес. Ойнау керек. Өздері ойнап үйрену керек. Енді өзіңде тұрақты жанкүйерсің ғой Ордабасы командасын. Енді жалпы Ордабасы командасы биыл жанкүйерлерден біршама айырылып қалды. Мынау кешегі торпедомен ойнаған кезде мына әкімшілік өзінің бір ішкі нелерін қосты. Сөйтіп стадион толтырды. Одан кейінгі мынау кешегі Атырау-Ман болған ойындарда Техас жоқ еді ғой. Техас шыққан жоқ. Техастың балдарымен сөйлескен бойкот деді, бірақ кеше олар Қызылордаға барып қолдады. Бірақ үйде не үшін қолдамаған, не араларында не келіспеушілік болғанын білмедім. Жалпы стадион биыл бір жартылай бос қалды деп айтуға болады. Стадион жөндегенін қайтейік, бірақ жанкүйер жоқ. Полямызды, шөбімізді көгерткенімізбен ойын жоқ, ойын көгермеді. Сіз тренерді айтып жатсыз ғой, 10 тур керек, бірнеше тур керек. Иә. Кейін бағана айттым ғой, видеоны қоспай тұрып. Сүлеймен келді, сол Казкорн келді маған. Енді мен ол дейін амбассадор болған. Онымен сөйлесіп отырмын, мен айттым да, сол торпедомен ойында. Ана ойынды мен де істей аламын. Шетпен барасың, көтересің, болды, сөйтіп. Оны мен де істей аламын, оған мен де тренер боламын, ондай тактикаға. Болды. 100% басқа ештеңе істеген жоқ та. Мен айтып жатырмын, сондай десем, и еще біздің игроктардың бойы кішкентай, аналар үлген, амбалдай. Айтып жатырмын да, ол айтады, жоқ дейді, тренер жақсы, оны істей алатын ойыншы жоқ дейді. Мен айтамын, мысалы, сен поварсың. Саған ет пен картошка келіп береді, бір тамақ істе десе, сен палау істемейсің ғой ет пен картошкамен. Соған қарап тамақ пісіресің. Бұл да сондай нәрсе, қолыңда тұрған продуктамен сен бір әдемі тамақ пісіруің керексің. Сен поварсың. Бұл да сондай сияқты деймін да. Сен тренерсің. Сен қанша уақытта, қанша жылдан бері бірінші рет емес қой, опыт жақсы Европада ойнатқан. Сен тренерсің, балдарға қарайсың. Осылай мынаны бүйтіп нөл ғой вообще, бір емес. Мен бұл тренерге 0 деген баға қоямын. Ол бізге үйтіп ойнау үшін анау Крауш керек қой, білесің ғой, иә. Питер Крауш деген ойыншы бар еді ғой, бойы қанша 2 метр еді. Енді мен жалпы түсінбеймін, бірақ енді тренерде мынау өзі статистика жаңағы бір өзінің ассистенттері болады, жаңағы аналитикамен айналысатын. Сондай тренер бар ма жоқ па біздің Ордабасы командасында? Мысалы, Торпедо Кутайсидің үйіне барып ойнаған кезде 4 гол жіберді ғой біздікілер. 4 голдың 3 голына ана бізде Олар Жақсыбаев деген қорғаушы бар. Соның қателігінен кірді да. Ал алады да Олар Жақсыбаевты келесі ойынға да қоя береді. Тағы соны ойынға қоя береді. Білмеймін, түсінбеймін. Не себеп екені белгісіз. Мысалы, енді қараңыз, бізде Северов деген шабуылшы болған. Қайраттан келген, о байқұсты ойнатқан да жоқ, әйтеуір артынан теуіп қуып шықты. Енді оның орнына Абылайхан Жұмабек деген шабуылшыны алды Тұраннан да. Енді қазақта бір сөз бар. Жаңағы Соқыратқа қотырат дейді. Северовың не, Абылайханың не? Ешқандай өз жеріне жоқ. Абылайхан Жұмабек деген шабуылшы, ол өзі әр сезонда 1 гол соға ма сонда екен. Өзі 29 ойында 3 гол соққан екен. Енді соны алып алды. Енді соны қазір кеше Атырауға қарсы негізгі құрамда шығарды. Кеше Қызылордаға қарсы негізгі құрамда шығарды, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Менен кешегі Атырауға қарсы ойында санап отырдым, мен шамамен бірінші таймда бір аяғына 7 мәрте доп тиді. Ешқандай футболға деген сезімі жоқ. Ал ойынды қарасаң, соңғы 4 турда Ордабасының шабуылшылар гол соқпаған. Тек қана жартылай қорғаушылар гол соққан. Ол да 1-2 гол болды одан. Енді Тұранға 4 гол салды ғой. Тұранға 4 гол. Тұранға кім салмай жатыр кез? Атырау. Жоқ, соның бәрін шабуылшылар салатқан жоқ қой. Шабуылшымыздың ең соңғы соққаны Эвертон Астанаға соққан голы. Содан кейін бізде шабуылшылар гол соққан жоқ. Енді Мартин мырза айтады, бас бапкеріміз,
осындай бізге реализация жасайтын ойыншы керек дейді да. Барады да Абылайхан Жұмабекті алып келеді. Енді қалай күйіп кетпейсің, айтшы, қалай күйінбейсің да. Мен мысалы Ордабасы командасына стадионға барғым келмей қалды да, шынымды айтсам, соңғы кездері. Енді келесі турда бармай-ақ қояйын десем, Тобыл келе жатыр екен. Енді Тобылдың ойыны ұнайды маған. Ел мақтайды да, атакующий футбол көрсетеді деп, соны барып көрейінші деп, ләж жоқ баруға тура келіп тұр да. Енді мынау ішкі кухнясының қандай екенін білмеймін, меніңше жаман емес шығар. Өткенде Атыраудан кейін мынау Асхат Сейсенбек пен жанкүйерлер сөйлесіп кеткен екен. Сейсенбек айтыпты, әркім өз жұмысымен айналыссын, надо будет біз жаңағы жанкүйерсіз де ойнай аламыз депті. Ол вообще қате сөз ғой. Қате сөз енді. Вообще ол профессиональный адамның сөзі емес ол. Футболда жанкүйерлер үшін ойналады өзі. Бұл спектакль. Бұны ойнап көрсетеді, адамдар барып кайф. Бұл енді бюджеттің ақшасына ойнап отқан ғой. Бюджеттің ішінде менің де ақшам бар. Мен де налог төлеймін. Мен де налог төлеушімін. Мысалы үшін өткенде шықты ғой басылымдарға 3,88 миллиард теңге бөлінген. Ол былтырда сондай ақша бөлінген. Сонда Асхат Сейсенбек келіп, мен жемқорларды үйттім, структураны бар қалыпқа келдірдім. Кәні бөлінген ақша сол былтырғыдай масқара көп ақша. Ал бірақ ойын нөл. Мынау енді Ордабасы командасы 20-шы жылдан бері қарай мен өткенде айттым, 5-ші орын алған. 22-ші жылы кубокты алғанбыз, 23-ші жылы чемпион болғанбыз, 23-ші жылы кубокте финалист болғанбыз, 24-ші жылы былтырғы жылы 4-ші орын алғанбыз. Енді әзір келіп бізде биыл Еврокубоксыз қалып кететіндей болып тұрмыз негізі. Кубок бар ғой біз. Енді кубокты енді мына ойыма ұтылады деп ойлайсың ба сен? Ертең мысалы анаяқтан жеңіс немесе Тобыл шықса, Тобыл енді бізде мықты деп жатыр ғой, бірақ биылды қалай ойнап көрмедік қой. Кім біледі, оны ешқандай жеңетінге гарантия жоқ қой. Жаңағы өткенде кім айтты ғой, журналист, комментатор Мұхаммед Мәулен айтты ғой. Асхат Рашидовичті біз жақсы білеміз, ол кісі европалық стильде жұмысын жүргізіп жатыр деді, ал бірақ Қазақстанда ана кісілерді саунаға апару керек деді, қолына ақша беру керек, және трибунаның астында сөйлесіп шешу керек деді. Қазақ футболы Европа футболынан өзгеше деді. Кім біледі, ертең білесің, жеңісті қазір судьялар көмектесіп, федерацияда оның басшылықты адамдары бар. Кубокке финалға шыққан кезде қандай кепіл бар біздің команданың аяғына шалмасына. Сол себепті қамдану керек еді. Енді биыл Ордабасы командасы Еврокубоксыз қалса, келесі жылы оның бюджеті қысқарады. Өйткені бұлар жыл сайын қосымша 1 миллиардқа жуық ақша алады ғой жаңағы. Еврокубокте қатыра қаламыз, ойнай қаламыз деп. Сол ақшалар бөлінбейді. Мынау енді екінші айналымда байқасаң, мынау Ордабасы командасының түлектері болып саналатын мынау жаңағы Халматов, Сұлтаниязов деген кісілер, ол кісілер қазір поляға мүлдем шығып жүрген жоқ. Өйткені олардың орнын жаңағы кімдер алып қойды келген, жаңағы Наумец, жаңағы Юрий Бакукасы бар. Енді жыл легионерлерге қиын болады, может түлектер ойнайды. Енді легионерлерге қиын болғанда жаңағы легионерлерге бюджет ақшасынан төленбесін деген мәселе ғой. Енді қазақ футболында бәрі мүмкін ғой, тағы бір нәрсе ойлап табады ғой олар. Может бір спонсор тауып қалар. Білмеймін, Ордабасы ойынына соңғы рет қашан бардым мен? Сол торпедамен ойынға бардым, болды. Торпедадан кейін бармадың ба? Барған жоқ. Бір апта барғым, біріншісіне барғым келмеді, одан кейін бірінде уақытым болмады. Вообще желанием қашып кетті. Ана ойынды көріп, бір ойынды көрдім, қайсы командамен ойнаған айтпай-ақ қойын. Ордабасы ұтылғысы келіп отыр ана. Мен айттым, ұтылып бере салыңдаршы дедім ба. Анау теуіп отқан адам жоқ стадионда. Көрініп отыр да, бүйтіп ойнап отқан адамдарды алып тастаған ойынды айтып отырсың ғой. Болды, бере салыңдаршы. Бір видео түсірейін дедім, егер договорняк болатын болса, андай айтасаңды кеме-ақ қойыңдаршы деп айтасаңдаршы, бармай-ақ қоямын, соны ойнап, әйтеуір бүйтіп 2-0 болады екен деп айта салайық. Ана барасың, көргің келмейді ана ойында бар ғой.
ұйқым келіп жатыр. Стадионда тұрып ұйқым келіп жатыр мен. Ордабасы командасының ойыны биыл совсем нашарлап кетті ғой, төмендеп кетті. Ауылдың ойыны анау көтеріп береді баспен, көтеріп береді баспен. Сәл тактика, бүйтіп қазір футбол дамыған, сәл бүйтіп ютубты ашып қазір тренер болса болады ғой адам. Ана ойынды мен де тренер бола аламын ондай ойынға. Александр Сергеевич Сиднев деген біздің бапкерімізді қуып шығарып салдық қой. Иә. Сол кісі де осы үш қорғаушымен ойнайтын тұғын. Мына кісі де қазір сол үш қорғаушымен ойнайды. Мына екі шетіне екі вингер қойып қояды да, ана алакпы болып жүгіріп барып келіп. Енді бірақ ойында ешқандай меніңше өзгеріс жоқ. Сол тек қана енді команда ауысты. Мынау жаңағы Ұлықбек Асанбаевтың ойыншыларын бәрін қуып жіберді. Енді мынау келген ойыншылардың енді қыстың күні Мартин өзім ойындады ғой, мен бұрында селекциямен айналыспағанмын. Молдовада жүрген кезде сол себепті менде бұндай жаңа тәжірибе болмаған деп айтты ғой. Енді меніңше келесі жылы тағы да кімге үміт береді, мүмкіндік береді Мартинге. Ал бірақ оның бәрі біздің жаңағы әкімге байланысты ғой. Шаһарымыздың басшысы ауысып кетсе, бәрі ауысады. Ол ауысқаннан кейін оның ішінде бапкер де ауысады. Енді меніңше Сейсенбекті ары кеткенде күздің күні жұмыстан алады деп ойлаймын. Өйткені Сейсенбекке деген мынау Шымкент қаласының мынау Ордабасы жалпы футбол жанкүйерлерінің өкпесі қара қазандай. Өйткені басқа жағын жөндеп отқан шығар, стадион жөндеп отқан шығар, бір автобус алып отқан шығар, мынау жаңағы. Бірақ ойын жоқ. Бір жылда соншама жанкүйерден айырылып қалу деген бұл меніңше масқара ғой. Мысалы былтыр білесің, билеттерге 3 күн бұрын барып азанғы 11-ден бастап кезекке тұрып алатын тұғымыз. Әшейін Құдайдың мынау өзіміздің жаңағы Атырау болсын, Қайсар келе жатқан өзінде кәдімгі орынға таласып болатын тұғын. Орын жоқ, ине шаншитын орын болмайтын тұғын. Ана адамдар лестницаларда жүретін еді ғой, лестницаларда отыратын тұғын. Ал биыл еркін рахат қалаған жеріңе отырасың. Кірсең болды ғой ішке. Қалаған жеріңе отырасың. Енді өзің былай футболды қарап жүрсің ғой, мынау жаңағы олар Жақсыбаевтың ойыны қалай өзі жалпы? 6-шы нөмірлі қорғаушы. Жоқ, білем, просто мен білмеймін, Ордабасыда бір игрок жоқ бейтіп мақтап айтатын қазір. Малы қазір уже енді футбол ардагері болып саналады. Скорстан көптеген ойыншыларды ұтылып қалады. Кешегі Малыйдың қателігінен Ордабасы командасына кеше 11 метрге айып добын белгіледі. Оны салды. Ұнайтын игрок, мен шынымды айтсам, сол 30-шы номердегі. Наумец ба? Украинец. Бойы кішкентай, сап-сап мындай. Өзіні бергісі келеді, давай, өзім любой жерге тығып ойнағысы келеді. И мына жерден көп жүгіріп, еңбек қор Тұрсынбай Сағадат. Енді Сағадат жайлап өзінің формасына кіріп келе жатыр. Жоқ жерден гол салу деген защитниктің тірлігі емес қой, ол соны істеп жатыр. И артқа қайтып, әдем ойын ұнайды. Бүйтіп бір игрокты бүйтіп мақтап, мені осы тартып жатыр деген игрок жоқ Ордабасыда. Жоқ, Ордабасыда мынау жаңағы бомбардирлер нейді жаңағы несінде де Галиадор жаңағы оның ішінде де жоқ. Мынау енді жұрттың мынау балдарын көрсең әуесің келеді. Мынау жаңағы Қайраттағы жаңағы кімдер бар ғой, Дастан бар, басқасы бар. Біздегі мынау Нұрәлі кімдердің общем ойын келмейді ғой. Жап-жас балдар өткенде Астана қарсы ойынды көріп отырмын. Мүлдем олардан меніңше футболист Ордабасы арты қараңғы енді. Мынау мысалы Қалматовтан көп үміт күтіп еді, Қалматовта болмайды, көп қателеседі. Ана Сұлтан Ниязов деген өткенде бір подкастқа барыпты, енді қандай подкаст екен білмеймін. Сол адамдар дейді, бізді түсінбейді дейді. Бір тиктокта шығып қалды ма нәрескісі. Соны адамдар түсінбейді емес, соның жұмысы ғой, сол айлығын алып отыр. 5 метр жерден гол саламайды да, еще айтып қойды, оны адамдар түсінбейді.
қиын деймін. Қиын, біз ойланып уақытымыз болмайды. Жоқ, ешкімге оңай емес. Ол футбол кім айтты оңай деп? Сен сол жолды таңдағансың, сол қиын жолды. Болды. Сен жұмысын істеуің керексің. Ешқандай жұмыс оңай емес. Ол бізге қиын, анау мынау, сен пәленбай миллион ақша айлық алатсың ба? Иә. Сол жұмысты істеп жатсың ба? Азанда тұрып, ойбай, қиын емес, жүгіремін деп. Мысалы, Роналдо 40-қа кірді, әлі футбол ойнап жатыр деген сияқты ғой. Ол қиын, бәрі қиын, ол сен сол жолды таңдағансың, болды. Артқа жол жоқ, или қоюың керексің, или ойнауың керексің. Олар енді кәсіби футболшы болып саналады, дұрыс па? Кәсіби футболшы деген мен ойлануым керек еді деп, оны сен ойланып ал деп айтпайды ғой. Қорғаушылар оны аяғын. Суарес дегендер білесің ғой, қақпаға қарамай-ақ гол деп енді гол соғатындығын. Ол сезеді да оны. Енді бұл жерде мынау бір қуанышты жағдай, мынау Ордабасыда. Енді мынау Қайрат Әшірбеков еді, спорт директоры. Енді қазір Танат Нөсербаев деген сол өзіміздің өлкенің жаңағы Қазақстан футболындағы жаңағы көптеген өзінің еңбегін сіңірген ойыншы ғой енді. Сол кісіні алып келді, өткенде біраз шу болып кетті ғой. Сейсенбекке қашан кетесің деп еді. Ол кетпеді, сол Қайрат Әшірбековтың орнына Танат Нөсербаевты алып келді. Енді Танат Нөсербаев намысшыл жігіт енді. Енді келесі жылы мүмкін мынау командада кішкене бір не болатын шығар, жаңағы режим не дейді, жаңағы сағат 9-да ұйықтап, кальян шекпей, жаңағы пиво ішпей, қаңғырмай. Мысалы бізде мен білмеймін Ордабасыда қандай, бірақ мен Решфорд келді ғой Барселонаға. Жаңалық оқып қалдым. Решфорд сәл алкогольға несі бар. Әуестігі бар. И мына жерде Ямал 18-ге толды. Сен құтырайын деп жатыр болды. Флик алды да, түнде қаңғыру болды, штраф. Сөйтіп қойды да, Барселонада ойнап жатыр олар. Иә. Бізде де сөйтіп сондай бір нәрселерге запрет қою керек деп ойлаймын мен. Енді мен біздің Ордабасы енді жаңағы ойыншыларының жаңағы келісім шартында не жазылған білмеймін, бірақ өзің айтқандай, олардың келісім шартында соның бәрі жазылады екен ғой. Мысалы кешкі режим сағат 6-ма, 7-ма тамағын ішесің, осындай уақытта ұйықтайсың, осы уақытта жаңағы жаттығуға келесің деген сияқты. Өйткені оларға пәленбай миллион қаражат төлеп отыр. Жаңағы олардың өздерінің жаңағы диетолог деймін дейді, өздерінің арнайы сондайлары болады екен. Енді біздің Шымкентке келген футболистердің бәрі самса жеп кете ме, белгісіз ғой. Қамыр жегеннен кейін көт ауыр болады, любой адам. Қимылдау қиын болады. Қамыр жеп кете ме бәрі. Енді Ордабасы командасының жайлы енді екеуміз мынау жаңағы ойымызды бөлісіп, соны жаңа ютубқа салып отырамыз ғой. Соны көптеген мынау жігіттер айтады, мен осы подкасттарыңызды 2 мәрте, 3 мәртеден көргем дейді да. Кейбір жігіттерге ұнайды біздің подкастымыз, кейбіреулерге ұнамайды. Сондай ғой, любой. Иә, сондай. Енді біз енді жанымыз ашқаннан кейін айтамыз ғой, Ордабасы командасын. Енді болмаса біз екеуміз де бір мемлекеттік қызметкер емеспіз, жаңағы. Сіз жаңағы шаштараз, мен құрылысшы деген сияқты ғой. Енді жанкүйерлер дұрысынан түсінсін деп жатқаным ғой. Иә, дұрыс, иә. Ол любитель, біз жақсы көреміз. Әуес қоймыз, иә. Мен бұл подкаст түсіру деген нәрсе, мысалы, сонша нәрсе сатып алып, мысалы, лампа, анау, мынау, жұмыстан кейін қалып дегендей. Оны мен Германияда жүргенде қызығып қалдым да. Мен ешкім танымаймын, өжер ешкім араласпаймын, көп подкаст көріп, неге соны өзіміз істесек болады ғой, Шымкентте түсіретін жоқ қой деп сол ой келген да. Ордабасы жайлы, жалпы футбол жайлы. Кейін аты қандай болады деген ой келді маған. И бірінші просто офсайд деп қояйын дедім. Кейін сұрақ, неге офсайд? Бұл сұрақ. Неге офсайд дегенде біз мысалы біз футболдан офсайдта тұрып, футбол сөйлесеміз дегендей ғой. Сондай мағынада, мен неге офсайд деп қойғанмын да. Жалпы бетейік, мәке. Ордабасын жабайық, сөйлесейік деген, ой, андай жалпы. Енді Ордабасыға деген анау ішінде жиналып қалады ғой. Енді мен ішінде жиналып қалады, бұлай айтам, не қылам, енді бәрібір бізді тыңдап жатқан адам жоқ қой, бірақ енді түсінбеймін да, сол не себепті сол жаңағы мынау
Абылайхан Жұмабек деген шабуылшыны кім алып келді деп өзім ойлаймын да, қандай кім ойман. ол деп па? Иә, жоқ, қандай ойман алып келді деймін да, жаңағы одан да шебереп қала беру керек еді, одан да шебереп жамандап отыра беру керек қойдым да. Енді қазақтың жігіті бағана біреу мен неме жазып қойыпты, жаңағы әлеуметтік желінің астына Абылайхан Жұмабектің биылғы жаңағы жеткен жетістігі 14-і бар еді, соны 70-ке ауыстырды деп жазып қойыпты. Енді сонда Европада қалай, енді Европада подкаст көп түсіре ма қалай? Иә, біздікі мысалы, бізде уже подкаст футбол жайлы көбейіп кетті ғой, жалпы спорт жайлы, и TikTok'та әркім өзін түсіріп. Бұл біздікі әлі аз бұл. О жақта каждый болельщик өзін түсіріп, әңгіме өз пікірін айта алады. Сондай да, көп. А бізде әлі футболды, мысалы, қанша 20 миллион адам болса, оның қаншасы көреді футболды? Иә. Бір жартысы көреді, көрмейді. Жартысы көрмейді ғой. Шамамен бір 30% ғой. Нені бақсаңыз, сол көбейеді по-любому. Бізде әлі, бұл аз әлі. Бұлнан сөйлесе берсек, футболға қызығатын адамдар көбейеді. Жалпы сол ордабасын жабайық. Енді сәл Европаға барайық та. Енді бір айтып кетейін, биылғы мысал үшін мендегі бір жаңалық. Мен биыл кәдімгі футболға бүкіл семьяммен, жанұяммен баратын болдым. Көрдім ғой сізді. Кәдімгі келіншегім, бала шағам бәріміз баратын болдық. Өйткені орындар бос, жеткілікті. Кішкентай балам бар, мен 4 жасар. Соны өзі бар, ордабасы деп айқайлайды. Бәріне бір шарф сатып алып бердім. Мынау үлкен, менде қыз ғой, үлкен қызым қазір жаңағы Техас фанстың ішінде қазір. Мынау қара футбол киіп, солармен бірге айқайлап, солармен бірге жүр. Мынау енді айтқым келіп отқаны, мынау Ақтөбе жанкүйерлерін Қазақстанда нөмірі 1 деп көп мақтайды ғой. Иә, мен мойындаймын, иә. Сол Ақтөбеде де жаңағы 13-ші сектордың ішіндегі жаңағы өзіміз сияқты мынау жаңағы подкаст түсіріп, өздерін айтады. Өткенде маған біреу айтты, сіздердің негіз бастамаларыңыз дұрыс. Сол сияқты сіздерді жаңағы ордабасы жайлы екеуіңіз әңгіме қыласыздар деп жатыр да. Ал енді өзі біреуге жағасын, біреуге жақпайсың, ал енді біреулер саған жаңа сөгіп жатыр. Журналист емессің ба, неге атын білмейсің деген. Мейлі енді ордабасы жайлы жапсақ жабайық, енді кубоктен үміт күтіп отырмыз ғой, бірақ мен кубокты ұтады деп өзім ойламаймын. Мен биыл ордабасыда дым жоқ деп ойлаймын. Мен бірақ сеніп алдым сол кубокқа. Енді кім біледі, может жаңағы содан кейін сөйлесеміз. Трибунаның астында может шешілсе болып қалар. Енді бірақ Құдай қаласа, Алла қаласа, мынау кубок финалға шығып жатса, Қызылордаға өзім машинаммен барып көріп қайтам деген ойым бар. Енді ордабасы командасы ұтылады деп ойлаймын, өзім ойым, бірақ енді барып жаңа стадионды көріп қайтайық. Финал сол жерде бола ма? Турист болып. Финал Қызылордада болады. Қызылордада болады. Құдай қаласа. Бізде барамыз, оны сол жерде түсіреміз. Егер финалға шығатын болса. Шығып жатса, иә. Ал Европаға көшейік. Сізге мынандай сұрақ. Көріп отырсыз ғой трансферлерді? Көріп отқан жоқпын. Көріп отқан жоқсыз ба? Мен шынымды айтсам, мынау тек ордабасын көріп отырсыз ба? Ордабасын көріп жатырмын. Одан кейін мен мынау қазір жұмысыммен де жаңағы қызып жатқан шақта өзім кешке барам, талып ұйықтаймын. Енді кешегі жаңағы Ливерпулдың ұтылып қалғаны жөнінде білем, бірақ енді сол Решфордтың неге ауысқанын білем, бірақ енді мен өзім любимый команда Манчестер Юнайтедтің қандай трансферлер жасап жатқанын білмейді екенмін. Өйткені хабарым жоқ, шынымды айтсам. Өйткені қарап жатқан жоқпын. Енді чемпионат неде көрдіңіз ғой, кубок клубтарда? Клубтың чемпионатын бері, иә. Көрдіңіз. Көрдім. Енді қараң. Золотой мячты кім? Сізде, мысалы, сіз сұрап отыр, сізде журналистсіз, представить етің. Рафиня, Ямал и Дембеле. Қайсы бірі? Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын? Енді маған салатын болса, мен енді журналист болған жағдайда мен Ямалға дауыс берерім. Жоқ, олар бетіп қояды ғой. Кейін балды есептейді. Бірінші орын кімге бересіз, екінші орын кімге бересіз, үшінші орынды кімге бересіз деген. Кейін сол бәрін жинайды да, балмен кім ұтты соны береді. Енді Франс футбол журналистер не болады, енді Франс футбол енді Франциялық ол жерде меніңше сол Дембелеге беретін шығар деп ойлаймын. Өйткені Чемпиондар лигасын ұтқан команда алады ғой негізі. Бірақ биыл жалпы ПСЖ командасы ойынын қойып қойған ғой, жақсы ойнады ғой. Мынау финалда кішкене бір түсініксіз жағдайлар болды, бірақ оға дейін ойыны деген енді масқара болды ғой. Барлығы команданың былайша айтқанда екі аяғын
билетке тықты ғой. Сол жерге просто Барселона бару керек еді. Мен осы клубный чемпионат мирадағы ең мен үшін жаңағы өкінішті жағдай мынау кімнің? Барселона бармаған ма? Жоқ, кімнің анау Баварияның несі аяғын сындырып алды ғой. Мусиала. Мусиаланың. Енді меніңше Мусиала ондай деңгейде қайтып футбол ойнай алмайды деп ойлаймын. Енді медицина дамыған заман, бірақ енді анасы сынған, енді ой айта алмаймын. Енді өкінішті жағдай, енді көрдің ғой, мысалы үшін олар біздің сағаттан бір шаңқай түсте 11-де ма, 12-де ма ойнайды екен. Көн деген мияқты 50 градустық анау. Ешкім жоқ стадион. Ешкім жоқ, анау көрдің ба, тренерлердің қасынан андай не қойған ғой. Біздегі анау ресторан, кафелерге барсаң төбеңнен бір жетіп тұрады, сондай сияқты істеп қойған анау тренерлердің қасынан. Тұман, иә. Жаңағы неғып ақылаждай жетіп тұрады ауаны. Ана байқұстардан обал деймін да. Енді бұған қатыспаған Барселона, жаңағы Арсенал, солар енді меніңше мынау жақсылап дем алды олар. Жақсы болды деймін. Иә, бір айдай оларға дем алыс болды. Сөйтіп енді меніңше биыл Барселона енді тур басталғаннан өзі Реалға қарағанда дұрыстау ойнайтын шығар деп өзім ойлаймын енді. Одан кейін мынау Алонсоның ойыны қалай өзі меніңше әлі бір жүйеге келтіре алмай жатқан сияқты. Әлі бір ойын әлі мен көрдім, әлі андай Алонсоның несі қолы жоқ әлі. Бүйтіп конкретно да міне ойын ауысты деген дейді. Пап Карлоның несі ғой әлі. Әлі бар ғой, сәл бүйтіп 50-де 50 болып тұр да. Енді мысалы сезон басталады бір аптадан кейін. Содан кейін көре жатармыз. Иә, Англияда басталып кетті дейсің. Сен Ливерпулдың жанкүйері ме едің сен? Барселона. Сабыр еді ғой айтқанда Ливерпул. Сен Барселона едің. Иә. Кешенде Ливерпул Кристал Пэластан ұтылып қапты ғой. Мен анау Сити ұтылған кезде бұл масқара ғой деп едім. Енді Ливерпулдың ұтылған қанша биыл 300 миллионға трансфер жасаған дей ма? Иә, Ливерпуль сондай суммаға. Бірінші орында тұр базарда. Зор әлі Исакты да сатып аламыз деді, 120 миллион предлагать еткен, олар 140 миллион сұраған. 150 миллионға алған ойыншысы кім еді ол? Вирц. Ол қаяқтан келді? Байерден. Соны кім аламыз деп отырады ғой, кім? Бавария? Иә. Ол енді Германияда сондай нәрсе ғой, қай клубта жақсы ойнаса, сол Баварияға келу керек. Бұл алтыда Ливерпуль сатып алды, нормальный сумма. И содан кейін енді білмеймін, Ливерпульдің составы биыл, мощный, зор. Сезон басталмай тұрып айтайықшы, сезонның ортасында көбісі айтады ғой, мысалы. Лига чемпионовты мынау алуы мүмкін, мынау алуы мүмкін. Давайте 1-2-3-ті. Сіз айтыңыз, кейін сезонда ендігі жыл құдай қаласа, сезоннан кейін өз жерін кесіп аламыз да, финалдан кейін қоямыз. Енді былтырғы қарқындай ойнайтын болса, меніңше биыл Барселона алады деп ойлаймын. 1-2-3-ті қойыңда сіз? Енді екінші орынға сол Ливерпуль шығар. Ал енді мен Реалды ойықтан көрмеймін, мен Баварияны. Үшінші орын кімді қоюға болады? Ситидің де қазір бұрынғыдай емес, ол жерде жаңағы буын алмасу дей ма? Ана ойыншыларды алмастырып отыр. Арсенал шығар, может, Арсеналда биыл жақсы трансферлер жасап отыр деді ғой. Жекірішті алды ғой. Ол ең көп гол соққан былтыр. Қай неде ол? Неден алды? Португалия чемпионатынан алды. Оны сатып алды. Иә, сондай форвард жоқ еді ғой негізі. Соны сатып алды да, енді биыл бірақ қызық болайын деп отыр чемпионаттар. Бәрі составтары зор, деңгейлер бір-біріне жақын көбісі. И биыл қызық болайын деп отыр. Баяғыда білесің ғой, осыдан бір санаулы жылдар бұрын ғана Сити деген ешкімге нам бермейтін еді ғой. Иә. Енді сол Ситидің қазір шаршайды ғой бәрі. Шаршайды, иә. Ситиден көбісі кетті. Модричтан мысалы кетті Миланға. Так, Италия чемпионаты деңгейі негізі бұрынғыдай емес. Шамалы түсіп қалған. Енді өздеріңде не отыр? Камп Nou биыл бітеді дей ма? Иә, бітеді. Негізі 10-шы мысалы кеше Гампер кубогі болды ғой. Жылда болады ғой Гампер кубок деген, анау Йохан Кройфтың кубогі. Білмейді. Жылда болады сондай. Любой бір командамен ойнай салады, болды. Өздері ма? Иә, ұтқан команда соны алады. И таныстыру болады да сол жерде. Бүкіл состав таныстырады.
Ол жерде капитан команда сөйлейді, не болады, қалай болады, мысалы биыл бүйтеміз деген сияқты. Флик испанша үйреніп алыпты, испанша сөйледі кеше, иә, әжептәуір сөйледі испанша. Негізі 10 август күні сол кеше ойнау керек еді Камп Ноуда. Үлгермей қалды. Енді 2 ойын сыртта болады. Білмеймін қашан, әлі точно числосын қойған жоқ. Өткенде бір тиктокта қарап отырсам, жаңағы бір басын әдемілеп бастады да, осындай Барселонаның 2 стадионы бар деп. Сөйтіп мен ойладым, мына біреу Камп Ноу, қазір біреу ойнап жүрген Олимпийский стадион бар ғой. Соны айтайын деп тұрған жар десем, Сантьяго Бернабеудің тренировочный полясы деп айтып отыр да. 2 тренировочный полясы бар. Біреу Сантьяго Бернабеу, біреу өзінікі. Соны түсінбей қалдым. Бір ден дұрыс әңгіме айтатын шығар деп күтіп отқам ғой. Сөйтіп Реал жанкүйерлерінің айтпақшы, сол кімнің стадионы әлемдегі ең жаңағы әдемі стадиондардың 5-тігіне кіреді екен. Сантьяго ма? Сантьяго. Әдемі ғой. Бірінші орында кім тұрады екен? Альянс Арена тұрады екен. Бірінші орында. Әдемі действительно ол. Бұл енді модернизация болды ғой, или Альянс Арена ма? жоқ, жаңағы Камп Ноу. Или бұзып тастап нөлден соқты. Жоқ, бұзып тастаған жоқ, енді почти бұзды да, бүйтіп енді полный реконструкция болды. Әлі полный біткен жоқ, просто енді ойнай береді да. Білесің ба, Реалда ойнаған кезде ана жерлерде сөйтіп ойнай береді да енді. Енді биыл жалпы не күтіп отырсыңдар? Кім жұлдыз болып қалған жоқ па? Ямал ма? Ямал. Жоқ, Ямалдың жан-жағында мен күтіп отқан нәрсе, Ямалдың жанында істейтін адамдар, қазір бір игроктың жанында көп адам істейді ғой, сен жақсы, понятиясы мощный адамдар істеп жатыр да. Сен әлі істеген жоқсың ештеңе деген сияқты ғой, құтырмай қой деген сияқты сондай әңгіме айтады меніңше. Потому что оның берген интервьюларын көрсеңіз, тілім келмей қалды ғой. Көрсеңіз андай, как 17 жасарға ұқсамайды да, ол нормальный мужик сияқты сөйлеседі ол. Мен неге Ольмоның несіне инстаграмда комментарий қалдырыпты Ямал. Соны оқып таң қалдым мен. Ямал айтқан, сіз деген футболды түсінетін адамдарға ғана футбол ойнай аласыз. Әдемі көрсете аласыз дейді да, мысалы. Кім футболды түсінеді, сіздің ойыныңыз әдемі, олар көре алады деген сияқты ғой. Сондай әңгімені жазғанда ол, білмеймін мен оған қандай ой керек. 17 жасар бала 18-ге толды енді. Кім қалды ма? Левандовский? Енді биыл соңғы жылы ғой. Енді Решфордты қандай мақсатта алып келді бұл? Решфорд мысалы сол жақта ойнайды ғой, ол жерде. Ол форвардта ойнай береді. Форвардта ойнай береді. Ойнай береді ол. Сен жаңа сендер дейін деп жатырмын ғой, жалпы Барселонада сол жақта былтыр кім ойнады ғой, Рафиня ойнады. Негізі Рафиняның флангысы сол жер ме еді бұрында? Негізі оны оң жақ деп әкелген. Оң жақ деп, Ямалды. Ямал тартып алды ол жерді. Негізі Дембеле бар кезде Рафиня мен Ямал сол жерде еді. Ямал тартып алды ол жерді өзіне. Дембеле кеткеннен кейін ол арғы бетке өтті да, былтыр жыртып тастады барлық жерді, айырып, төңкеріп тастады. Енді көбісі қазір Решфордқа сеніп жатқан жоқ. Решфорд келгеннен кейін. Мен ойлаймын, Флик оны да ойната алады. Сонша игрокты оятқан адам, мен білмеймін, енді Решфордты мощный. Жоқ, мен осы түсінбеймін да, Манчестер Юнайтед сол Фликті неге көрмеді деймін да көзімде. Бір адам түсінбейтін бір нелерді алып келеді. Кешегі анау Тен Хаг кімнен 5-тен ұтылып қалды ғой. Жаңа алғашқы ойында. Ол Байерға барды ғой. Соны айтамын. Болмайтын бір командамен ойнайды әйтеуір. Соны есімде, Значит, Тен Хаг нашар тренер деп ойлаймын да, Манчестерді неге ол көтере алмады деп. Осы Флик сияқты ойыншыларды неге солар көрмейді деп өзім таң қаламын да. Бірақ анда анау Сер Алекс атамыздың істеп кеткен несі әлі қалыптасып тұр. Ең қымбат клубтардың қатарында екен ол Манчестер Юнайтед. Оның несі бренд бар да Манчестер Юнайтед. Бренд бар. Білмеймін мен биыл былтырғы 14-ші орын алған Манчестер Юнайтедті болельшіктеріне Құдай сабыр берсін енді.
сізге де. Манчестер Юнайтед ояқтан жарып жатыр, мынаяқтан орда басы, в общем, футболды көрмей кетсем болды осы. Қойып кетесіз аға. Қойып кетем осы футболды. Манчестер Юнайтед білмеймін. Фликті айтып жатсыз ғой, Флик келмей тұрып, немен ол Лапортамен сөйлесіп қойған ол. Реалға ма? Лапортамен ненің, Лапорта Барселонаның президенті ғой. Омен типа Хави кетсе, типа сені алам деген сияқты. Сондай әңгіме кішкене болғанда, и Флик Барселона Хави тренер болып жүрген кезде Флик ойынны көріп, бұл командадан, бұл балдардан мощный состав шығарса болады деп әйелі айтып берген ол. Өзінің әйеліне бар. Иә. И бұны шақырған кезде бұл Германиядан Барселонаға дейін пойызбен келген тағы. Неге? Бірақ Европа жақын ғой. Соны түсінбей қалдым мен. И бір прикол шықты. Пойызбен келіп бәрі тоң кіріп кетті деген сияқтанды. Пойызбен барған екен сол жерге. Может, олар енді немістер ғой, олар. Біздегі сияқты бір несі ырымы бар шығар. Сондай. Иә. Сол. Енді аралары жақын ғой, пойызбен, автобуспен жүрсе де жарасады олар. Басқа мынау Европада қазір енді биыл өзгерістер болып отыр ма, не болып отыр жаңа Чемпиондар лигасында? Сол қалады, болды. Былтырғыдай ғой, сол. Былтырғыдай ма? Группа жоқ, бір лига сияқты болады, болды. Сол былтырғы бірақ қызық болды мен үшін. Чем ана групповойдан қарағанда, бұнда әрі екі ойын көп, әрі қызық болды. Бір аянсыз үйге келгенде айыратын ем дегендей жоқ та бұда, иә? Сондай болды. И 1-8-ге дейін алған команда демалып тұрады та, анау бір-бірімен ойнайды. Сонысы күшті. Сол үшін қатты ойнап төбеден орнап алу керек. Төбеде қалуды бәрі не істейді. Сол. Енді кімнен қандай үміт болып отыр биыл енді Франциядағы жаңағы ПСЖ Чемпиондар лигасының жеңімпазы? Мен білмеймін, биыл... Олар трансфер жасамады ма? Шейхтерін жөді ақшасы таусылайын деген ба? Жоқ, бұндай трансфер жасамады. Олар ең тура жолға келді да, бұрынғы сияқты көргенін звезданы алып, мәш, ақша, әкел. Деп ондай емес та, ойнай алатын адамды алып, міне биыл футбол ойнады да олар. Соны кім жасады деп ойлайсың ба жаңағы? Тренер ма? Тренер. Энрике ма? Конечно. Сол жасады. Иә, 99% оның почеркі ғой. Ол Дембеле, Мбаппе кетпей тұрып ол келді ғой. Мбаппемен жеке сөйлескен. Айтып берді өзі. Сен егер мықты футболшы болғың келсе, прессинг жаса деген. Прессинг жаса, ұтқың келсе прессинг жаса. Ол істеген жоқ. Дембелені көрдіңіз бе, қалай прессинг жасаған? Бірақ Дембеле, Мбаппе деген былтыр келе салып, қанша пәленбай гол соғып тастады ғой Реалда. Иә. Не, Ла Лиганың несін алды ғой, золотой бутсысын алды ғой. Меніңше Европаны алды ол. Иә, очко бойынша, иә. Иә, очко бойынша. Енді ол гол ұрғанмен команданың ештеңе істемесе, ол білмеймін, мен ол кірмесе керек, ол қуаныш. Былтыр Реал өзі не алды өзі? Көз жасалды ғой. Көз жасалды ма? Көз жасалмады, ә? Тек гол алды ғой Барсадан, басқа ештеңе алған жоқ. Былтыр кубокты, чемпионатты... Супер кубокты. Жоқ, екеуін Барсап қойды. Требл жасайтын еді, нені ұтқанда, иә? Анау, кімнен ұтылып қалды олар, ә? Интерден, масқара болды сол. Негізі сол финалға шыққанда мүлден басқа ойын болар еді, ә? Сол әдем. Интер финалға бекер шықтауы деп ойлаймын мен. Енді лайықты еді финалға лайықты еді. Просто финалда бүйтіп ойнау. Лучше ойнамаған дұрыс еді, ол бүйтіп позормен. 5-0 болды ма? 5-0 болды. Позор еді. Енді бұдан кейін енді подкастқа шақырсаңыз, мен мынау Европа футболын кішкене анализ жасап келетін болдым. Өйткені мен анализдерін қарамадым Европаны жалпы. Иә, мен сізге тек ордабас жайлы сөйлесеміз дедім ғой. Иә, сол ордабасын енді жаңағы мен бір ағам бар, бірге құрылыста бірге жұмыс жасағанбыз. Ол кісі үлкен пенсиядағы кісі. Сол кісі маған түнде де звондайды ғой. Не қылып не болып жатыр өзі? Қай бір күн түнде звондайды анау. Астана қашан ойнайды? Мен айтамын, Астананы көрмей қойыңыз, ұтылады бүгін дедім. 3-4 болып ұтылды да. Сол сияқты
Ордабасы жайлы көп айтамыз ғой екеуміз. Жаңағы мен айналамдағы футболды білетіндердің бәрі сол Ордабасы жайлы көп айтады. Енді жаңағы өзің айтпақшы, Құдай қаласа Қызылордаға барамыз. Құдай қаласа. 28-інде ме еді осыда кіммен не ойын болады? Қарымта ойын. 3 ойын болды. 0-0, ондай да бола ма? Енді көріп отырмыз ғой. Өмір қойды. Иә. Сол, рахмет келгеніңізге. Подкастты жапсақ болады уже. Иә. Нормально сөйлесіп қойдық сізбен. Құдай қаласа енді сол финалға шыққаннан кейін сөйлесеміз. Анализ жасап. Құдай қаласа, иә. Оған да бір 15-20 күндей уақыт қалды. 28-інде ме ойнайды? Иә, оған дейін мен Европа жайлы 1-2 сізден кейін енді шақырайын деп жатырмын. Барселонаның бір болельшигі бар, бір інчек бар. Сонымен сөйлесіп. Сен айтқанда не қылдың, ана бір досыңа не алып бердің ба? Әлі алып берген жоқпын. Сол еске түсірмеңіз ол. Миллионнан асып кетті просмотрың. 2 миллион болды. 2 миллион болды. Ол айтады, маған 2 футболка алып бересің. 2 футболка алып берген. Мысалы, мына футболканы мен 37 теңгеге алдым. Енді шамамен алғанда қанша? Бір 40 евро бола ма? Жоқ. Жоқ, одан 80 евроға барып қалады. Енді олардікі қанша? Бір 100 евроның үстінде шығар шамамен. Жоқ, мен ол оригинал емес. Просто жерде бір магазинге барамыз. Онда 8 мың теңгеге алып бересің ғой. Сондай ғой, 8 мың ба, 10 мың ба. Иә. Оригиналы ғой. Сол, рахмет мәге. Жақсы. Келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Қош, сау болыңыздар. Лайк, подписка басып қойыңыздар.